жаңа логотипті көрсетем, міне осылай жасалды. Интернеттен Canva деп жазасыздар, сосын Mail.ru почтамен тіркелесіздер. Мына жерде мына шаблондар, элементтер, мына жерде компьютеріңіздегі загрузкадағы суреттер, текст жазсаңыз болады, аудио қосуға болады. Міне анимационный қылып көрсетуге болады. Canva Pro деген ақылы. Кейін міне менде логотип осындай дайын болды. Мен поделиться деп бастым мына жерде. Сосын рабочий столға сақталды міне менде. Ал мынау менің телефонда жасаған версиям. Бұны изменить етіп, мынау Әйгерім Асқарбек деп жазып алдым өзіме. Оны былай істейсіздер, мышканың оң жерін басасыздар. Открыть с помощью PND3 дейсіздер да. Осы жерде шығады. Міне, текст дегенді басасыздар. Сосын жазасыздар. Мына жерде хост, эффект өзгертуге болады, наклейка қоюға болады. Міне обрезать деген қырқып алуға болады. Осылай. Міне Canva-да осылай тегін версиясын жасасаңыздар болады. Енді мына дизайн өзгертуге де болады.